Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. 2 наурызға арналған ауа райы болжамы жарияланды деп хабарлайды Қазгидрометрмк. 2 наурызға арналған ауа райы болжамы жарияланды. Бүгін ауа райы қандай болады? Қазгидрометрмк 2 наурызға арналған синоптикалық жағдайдың болжамыменен Қазақстан аумағындағы қауіпті ауа райы құбылыстары туралы мәлімдемесін жасады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Қар жауады, ал Қазақстанның оңтүстігінде жаңбыр менен қар түріндегі жауын-шашын күтуі болжануда. Республика бойынша тұман болжанады. Оңтүстікте, оңтүстік-батыста, орталықта көктайғақ күтіледі. Батыста, солтүстікте, оңтүстікте, орталықта боран соғады. Батыста, солтүстік-батыста, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста және де орталықта желдің күшеюі болжанып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас үгіде ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп, сау саламатта болыңыз.